өткенде бір кісі айтады да, шариғатта әйел кісіні ұру деген нәрсе бар екен ғой дейді. Субханалла деймін де, бұл өмірде бізге шариғатты үйреткен кім ол? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам емес па? Ал сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қай жұбайын көк ала қойдай қылып ұрып жүр екен? Қай әйеліне қол көтеріп, жаңағыдай оның ар намысын жерге таптап жатыр екен? Субханалла. Яғни шариғатта, бұл өмірде шариғатты қалай амалға асыру керек екендігін пайғамбарымыздан артық ешкім бізге көрсетпеген. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан әйелдеріне қолын көтерген емес. Сол үшін де бұл өмірде ер азаматтың, яғни мұсылманның әйеліне қол көтеруі ол құпталған және жақсы іс деп есептелінбейді. Бәлкім бұл өзінің орнынсыз болатын болса, ол зұлымдық болады. Келіп алып жаңағыдай ойбай, қазіргі таңда мәселен барлық мұсылмандар әйелдерін ұрады, мұсылмандар әйелдерін ұрады. Қай мұсылманның ғалымы, не болмаса қай сахаба, не болмаса қай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайсы хадисінде сізге әйел кісіні ұруға рұқсат берді екен? Құран-ы кәрімдегі аят тап келіп жатсыз ба маған? Ол Құран-ы кәрімдегі аятты бізге өмірге қолдануды кім үйретті? Пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз сол аятқа амал жасамады ма сонда? Сол үшін де бұл өмірде әйел кісіні жазықсыздан жазықсыз ұру бұл өте үлкен надандық, қорқақтық, зұлымдық болады. Оған сақ болуымыз керек. Сізді деп ислам дініне қара сөздер келмесін.